Дайынсыз ба әке? Иә қызым, жүре ғой. Мамандықпен танысу сабағы ойдағыдай өтсін. Менің күнім таңғы 4-тен басталады. Өйткені нан дүкені 7-де ашылады. Наубайшының өмірі бір сарында болып көрінуі мүмкін. Бәліш, тоқаш, торт, тағысын тағы. Бірақ шын мәнде әрбір күн ерекше. Bir күні біреу Эйфель мұнарасы бейнесіндегі тортқа тапсырыс берсе. Габриэль адрестің автожауап бергіші. Хабарлама қалдырыңыз. Сәлем, әке. Бұл мен ғой. Бүгін мамандықпен танысу сабағы өтіп жатыр. Ұмытып кетпедіңіз бе? Сізді асыға күтем, хабарласыңыз. Келесі күні мың нанға тапсырыс түседі. Бәрі дұрыс па? Иә, бәрі бұрынғыдай. Ал қазір Маринет сендерге круасан таратады. Бүгін таңертең пісірдік. Рахмет, Дюпен мырза. Енді Арияның анасымен танысайық. Ол буржуа мырза басшылық ететін Гран-Пари қонақ үйінің бас аспазы. Қандай әдемі! Қолмен ұстауға болмайды. Хлоя, сөмкеңе салып қой, бұл саған ойыншық емес. Әкең мұндай білезік сатып алу үшін қанша круасан сатуы керек деп ойлайсың? Қайдағы круасан? Дүкенін сатуы керек. Ақшаң көп екен, онда саған тегін круассанның қажеті жоқ. Қызғаншақ. Саған ірімшік? Бұл ірімшік емес. Бірақ жалт-жылт етеді. Жылтырақты жақсы көрем. Өкінішке қарай құрғыл келдім. Бірақ кім білсін, буржуа мырза сендерді қонақ үйге түскі асқа шақырып қалар. Осы сенің шалынып құламайтын күнің бола ма? Келесі Сабринаның әкесі. Полиция қызметкері Роджер мырза. Полицияда қызмет етіп жүргеніме 15 жыл болды. Әр азамат кінәсі дәлелденбейінше жазықсыз болып есептеледі. Білезігім, жоғалып кетті. Оны осында салып қойғам. Оны сен ұрлап алдың. Не? Сен не айтып тұрсың? Сен әдей шалынып құлап, білезігімді ұрлап алдың. Сіз полицейсіз, оны тұтқындаңыз. Менің қызым ұрлықшы емес. Тоқтай тұрыңыз, Хлоя Бекеш, дәлелсіз айыптауға болмайды. Алдымен бәріміз тынышталайық. Мүмкін қай жерге қойғаныңды ұмытып қалған шығарсың. Мені өтірікші деп тұрсыз ба, әке? Роджер, мына қызды тінтіп шығыңыз. Сабыр етіңіз мырза. Қала кім екенімді ұмытпаңыз, инспектор. Сіз маған бағыныштысыз. Бірақ бұл заңға қайшы әрекет. Мен бар болғаны... Олай болса жұмыстан босатыласыз. Әкім мырза, шын айтып тұрсыз ба? Білезік үшін жұмыстан қуасыз ба? Бұл менің қызымның білезігі, инспектор мырза. Бұл әрекетіңіз үшін жұмыстан босатыласыз. Барыңыз. Рахмет, енді леди Бакты шақырайық. Ол маған білезігімді тауып береді.